күн оқушылар. Менің аты жөнім Алдамжарова Жаңагүл Әбжәмиқызы. Информатика пәнінің мұғалімімін. Онлайн сабаққа қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы анимация құру. Сабақ мақсаты Scratch программалау ортасында тармақталу командасын қолдану. Scratch ортасында циклдік командаларды программалау кезеңінде қолдану. Балалар, сіздер білесіздер ме? Берілген командалар қандай блокта орналасқан және атқаратын қызметі қандай? Егер онда әйтпесе, егер онда үнемі қайталау командалары берілген. Бұл сұрақтың жауабын барлықтарыңыз біледі деген ойдамын. 4 команда да басқару блогында орналасқан. Бірінші қайталау командасы, екінші үнемі командасы. Бұл екеуі де циклдік командаларға жатады. Егер онда әйтпесе командасы екеуі тармақталған командаларға жатады. Егер шарт орындалса, онда сөзінен кейінгі әрекеттер орындалады. Ал шарт орындалмаса, әйтпесе тармағы орындалады. Егер шарт орындалса, онда сөзінен кейінгі әрекеттер орындалады. Ал шарт орындалмаса, әйтпесе тармағы орындалады. Егер жобада шарт орындалған жағдайда ғана қолданылса, онда тармақталу командасы қысқаша түрде болады. Циклдік командада құрылым ішіндегі командалар үнемі орындалып тұрады. Командалар блогында неше рет қайталау қажеттілігін көрсетеді. Яғни бұл қайталау командасында. Енді балалар, біз практикалық жұмысқа көшейік. Нөмірі 1 тапсырма. Маймыл мен банан жобасын құрыңыз. Тармақталу командасын қолданыңыз. Маймыл банандарды жеп қоюы керек. Бірінші сахнаға фон қою. Екінші маймыл мен банан спрайтын құру. Үшінші спрайтқа анимация енгізу. Төртінші шарт маймылды тышқан нұсқағышымен басқару. Тышқан бананға тигенде бананды жеп қоюы керек. Бесінші сақтау және жобаны көру. Ал осы жұмысты біз Scratch ортасында жасап көрейік. Ол үшін біз жұмыс үстелінен Scratch бағдарламасын іске қосып, бірінші фон кірістіреміз. Біз енді маймылдың спрайтын кірістіруіміз үшін фонымыз бір талдардың суреті бар фон болғаны дұрыс. Міне, тал фонын кірістірдік. Енді біздің фонымызда 2 костюм тұр. Бірінші костюмді өшіріп тастаймыз. Ал бізге мысық спрайты қажет емес. Оны тышқанның оң жақ батырмасымен басып, өшіріп тастаймыз. Бізге қажетті ең бірінші маймыл спрайты таңдап алып, спрайтты окей бастырмасын басамыз. Екінші бізге қажетті спрайт банан спрайты. Енді осы 2 кейіпкерге біз командалар беруіміз керек. Бірінші кейіпкерімізге команда беру үшін біз оқиғалар блогынан жалаушаны басу командасын орындаймыз. Және бұл үнемі қозғалыста болу үшін үнемі блогын циклдік командасын қолданамыз. Және жүруі, яғни біз қазір ана жерде тышқанның нұсқағышымен басқару үшін
тышқан нұсқағышы басқару командасын орналастырдық. Екінші спрайтқа көшеміз. Ол үшін, яғни маймыл бананды жеп қою керек. Яғни тышқанның нұсқағышын апарған кезде банан жоқ болып кетуі керек. Ол үшін біз бірінші жалаушаны шерту командасын қолданамыз. Одан кейін, егер онда тармақталу командасын қолданамыз. Келесі сенсорлар блогынан біз егер маймылды көрген кезде ол көрінбей қалуы керек. Түр блогына барып көрінбеу командасын басамыз. Енді бұл әрекет үнемі орындалып тұру үшін біз басқару блогындағы үнемі циклдік командасын кірістіреміз. Және бұл әрекет жоқ болғаннан кейін, аяқталғаннан кейін команда қайтадан шығып тұру керек. Өйткені біз жұмыс аяқталғаннан кейін қайтадан басталу үшін біз түрге барамыз да, мына жерде көрсету командасын кірістіреміз. Және бұл банан спрайтын бірнеше рет көшірмесін алуымызға болады. Ол үшін тышқанның оң жақ батырмасын басып, дублировать командасын басу, яғни көшірмесін, бірнеше көшірмесін алу деген сөз. Біз мына жерде 5 бананды алдық. Бұл 5 бананның да спрайттары дайын автоматты түрде барлығы. Енді біз жұмысымызды іске қосып көрейік. Жасыл жалаушаны басамыз, яғни мына біздің маймылымыз бананға барған кезде жеп қояды. Біздің анимациямыз орындалды, балалар. Енді біз қайтадан тоқтатып жұмысты. Файл, сохранить как. Жұмыс үстеліндегі біздің арнап қойған өзіміздің анимация бумасына барып, маймыл мен банан деп сақтап қоямыз. Жұмысымыз сақталды. Енді келесі біздің практикалық жұмысымыз нөмірі 2 тапсырма. Ит жобасын құрыңыз. Scratch'ке циклдік команданы қолданып, иттің анимациясын құрыңыз. Ит экран шетіне жеткенде кері қайтуы керек. Бірінші сахнаға фон қою, екінші ит спрайтын құру, үшінші спрайтқа анимация енгізу, төртінші шарт. Егер пробел пернесін басқанда, онда ит костюмын ауыстырады. Экран шетіне жеткенде кері қайтады. Әйтпесе иттің түсі эффект арқылы өзгереді. Екінші костюмын ауыстырады. Бесінші сақтау және жобаны көру. Ал балалар, осы тапсырманы Scratch бағдарламасында орындап көрейік. Ол үшін ең бірінші біз фонға сурет кірістіреміз. Фонды таңдап алдық. Біздің фонымызда 2 костюм, бірінші бос костюмді алып тастаймыз. Бізге ит керек болғандықтан мысық спрайтын өшіріп тастаймыз да, спрайттардан жануарлар категориясынан итті таңдап алайық. Біз итті кірістірдік. Енді біздің итімізде 2 костюм бар. Итке командалар берейік. Ол үшін бірінші оқиғалар блогынан жалаушаны басқанда командасын таңдаймыз. Одан кейін егер онда әйтпесе тармақталу командасын таңдаймыз. Яғни толық тармақталу командасы. Егер бізде жаңа шарт берілді, пробел пернесін басқан кезде деді, оны біз сенсорлар блогынан аламыз.
пробел пернесін басқан кезде костюмнің түрін өзгерту үшін біз түр блогына барамыз. Костюм түрін өзгерту. Бірінші костюм деп қоямыз. Одан кейін уақыт күту. Біз бұл жерге бүтін 1 деген секунд берейік. Одан кейін қозғалыс блогына барып 10 қадам жүру. Егер шетке жеткен кезде кері қайту керек. Ол үшін қозғалыс блогына барып, мына блокты таңдаймыз, команданы таңдаймыз. Одан кейін стиліміз, яғни оңға және солға қайта кері қайту командасын кіргізтіреміз. Ол мынау қозғалыс блогының ішінде қайта оңға немесе солға айналу стилі. Енді біз әйтпесе командасын орындауымыз керек. Мына жерде егер пробел пернесін басқан кезде костюм біріншіні ауысады, 0,1 секунд күтіп, 10 қадам алға жүріп, егер экранның шетіне жеткен кезде ол кері қайтып оңға немесе солға кері айналады. Біз қайтадан түр блогына келеміз де, мына жерде эффекті беру керек, яғни бірнеше түске өзгереді біздің кейіпкеріміз. Одан кейін костюмімізді екінші костюмге ауысуы керек. Мына жерде екінші костюміміз тұр бізде. Және күту уақытын біз кірістіреміз. 0,1 секунд дейік. Енді осы әрекет үнемі орындалып тұруы керек. Үнемі орындалып тұру үшін біз басқару блогына барып, үнемі командасын кірістіреміз. Ал енді жұмысымызды іске қосып көрейік. Яғни пробел пернесін басқан кезде біздің итіміз жүріп келе жатыр, ал экран шетіне келген кезде ол, яғни кері қайтып, қайтадан жүреді. Яғни осы әрекет біз қанша рет пробелді бассақ, сонша рет үнемі қайталанып тұрады. Өйткені біз үнемі циклдік командасын қолдандық. Файлға барып, бірінші тоқтатамыз жұмысты, одан кейін барып, файлға барып, сохранить как командасын басып, жұмыс үстеліндегі біздің анимация бумасына барып сақтаймыз. Балалар, сіздер екі тапсырманы да жақсы орындады деген ойдамыз. Олай болса, өз-өзімізді тексеріп көрейік. Суретте берілген скриптілердің қызметі қандай? Жарайсыңдар, балалар, бірге жауабын көрейік. Бірінші, яғни, мына жерде үнемі бізде командасы, яғни циклдік командасы қолданып тұр. Егер дейді, конструкцияның ішіндегі егер мысыққа тисе дейді, онда иттің дыбысы ойнайды. Тармақталу командасы үнемі орындалып тұрады. Бұл жерде біз циклдік команда мен тармақталу командасын қолдандық. Екінші суретте конструкцияның ішіндегі тышқан нұсқаушысы немесе басқа фигура орналасқан нүктеге ауысу командасы үнемі орындалып тұрады. Бұл жерде тек үнемі циклдік командасы қолданып тұр. Үшінші суретте, егер оңға бағытталған пернені бассақ, онда көрсетілген бағыт 180-ге бұрылып,
10 қадам жүреді. Бұл жерде тек қана егер онда тармақталған командасы қолданылған. Төртінші суретте балалар 10 қадам жүрісті 10 рет қайтала. Яғни қайталау циклдік командасы қолданылған. Балалар, бүгінгі сабақ барлығымызға түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.